Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай пирамида, яғни үшбұрыш тәріздес күнтізбе жасауды көрсетемін. Ол үшін біз Corelға кіреміз. Создать документы. А4 формат, альбомный десеңіз де болады, көлденең, яғни ориентациямыз көлденең деп жазсақ болады. RGB бәрі қалады, окей дейміз. Енді үшбұрыш сызу керекпіз. Ол үшін сол жақтағы батырмаларымыз, менюларымызды қараймыз. Осы жерде төртбұрышты прямоугольникті басып үшбұрыш жасап алсаңыз да болады. Немесе мына жерде многоугольник деген бізде көпбұрыш формасын таңдаймыз. Осы жерде 5 емес значениясын өзгертеміз, 3 дейміз, және централды басып тұрып үшбұрыш құрастырып аламыз. Осы жерде менде инструмент создания формаға өтемін. Мына жердегі 3 точка ортасындағы маған қажеті жоқ, оны алып тастаймыз. Енді біздің үшбұрыштың ұзындығы шамамен 160 болу керек. 160-та келтіріп алдық. Енді бізге осы үшбұрыштың негізінде төртеу керек. Яғни бұл үшбұрыштар екеуі осылай астыңғы бетте, екеуі үстіңгі бетте тұру керек осылай. Және де бізге осы екеуін кейінірек құрастыру үшін мына жерде қағаз қалдырамыз, оны алып мына бетпен жабыстыруға. Ол үшін мына жерде двухточная линияны таңдаймыз. Мына бастан мына бетіне дейін, бұрышына дейін қойып аламыз. Сызықты шығарып, көз аралық мындай 1 сантиметр, яғни 1 сантиметр алыстықта болатындай етіп қойып аламыз. Ары қарай сол сызықты таңдаймыз да, жай ғана қиғаштаймыз 45 градус шамасында. Енді осы аралық бізге қағаздарды кейіндірге қиюға арналған бұрыш болып саналады. Енді қараңыздар, бұл пирамиданы былай істеуге де болады. Мына жерге күнтізбенің 1-ші айы, 2-ші айы, 3-ші айы, 4-ші айы. Значит, мына жерге 4 ай, мына жаққа 4 ай. Сонда бізде бір күнтізбеде 3 бұрышы айларға керек болады, ал бір бұрышы реклама, жарнамаға керек болып. Осылай жасасаңыз да болады дизайнды. Немесе менің қазір көрсетейін отқан дизайн түрім бізде бір пирамидамызда, біздің бір пирамидамызда 3 ай тұрады. Яғни әр пирамидада 3 ай күнтізбеміз тұрады. Мына жаққа 3, мына жаққа 3, мына жаққа 3 күнтізбе жасаймыз. Енді оның үсті жағына, мына асты жағы бізде күнтізбелер болса, оның үсті жағы бізде мен жай ғана сурет қоям бұл жерге қазір. Қыстың, жаздың, күздің, көктемнің. Сіздер мына жерге өзіңіздің брендіңізді қойсаңыз болады. Мына жерге өздеріңіз электронный реклама ретінде жарнамалық белгілерді қойсаңыздар да болады. Немесе әрбір бетке әртүрлі жарнама. Мысалға, сіз гүлдермен айналысасыз. Мына жерге бір гүлдің атын қойасыз, өзіңіздің брендіңіздің телефон номеріңізді қойасыз. Екінші жеріне цитата жазасыз. Также мына жерге брендтің кішкентай ғана белгісін көрсетесіз. Үшіншісіне басқа гүл қоясыз. Сөйтіп әр бұрышты әртүрлі дизайнмен безендіруге болады. Немесе тағы да бір түрі 3 ай қалады мына жерде. Также мына жерге той бастар деге, той иесінің, егерінің суреті тұрса, мына жерге жазу, не үшін, там 1 жас. Сонда сіздерде той бастар күнтізбе беріледі. Ол да менің ойымша қазіргі әлі ешкім қолданған жоқ. Тренд қылуға ол әбден мүмкіндігі бар. Мына жерге жаңа перьялар қойып қойып, қазақи қылып мына жерге шаңырақ сияқты қылып істеп, осылай. Немесе жаңағыдай бантик қойып қойып, өздері келістіретін бір дизайнерский безендірулеріңізді жасасаңыздар болады. Ал енді дәлді жасайды. Менің қолда бір әдісім бар. Сол әдіспен жасауға кеңес беремін негізінде. Календарь қандай размерде екенін біліп алып аламын. Ол қай жерде тұру керек екенін. Приблизительно деге. Осы жерде тұрады менде. Размері кішкене асты жаққа қарай жеткізбейміз. Осындай болады. Осы жерде менде календарларым қазір ұзындығы менің календарым осындай болады. Енді осындай календардан күнтізбемнен маған төртеу керек.
енді осылай төртеуін құрастырып аламыз. Енді өлшеміне қараймыз. Мына жерде менде 78. Жаңа файл создавать етеміз, жаңа файл құрамыз. Ол жерге осы значениені, яғни бағанағы біздің мына төртбұрыштың размерін жазу керекпіз. Жаңа файл создавать етеміз. Мына жерге 128, асты жағына 178 деп жазып окей басамыз. Міне бізде жаңа файл ашылды. Осы жерге біз толықтай бір бетке 3 айдан 4 бөліктен құралатын күнтізбе түсіру керекпіз. Мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді ол үшін инструментіге кіреміз, сценарий дегенді белгілейміз, одан кейін выполнить сценарийді белгілейміз да басамыз. Осы жерде макрос деген ин деген жерге қарасаңыздар, осы жерді басамыз. Мына жерден календар wizard деген табамыз. Басқан кезде run деген сөз шығады, run деп басамыз. Енді бізде оң жағымызға қарасаңыздар, күнтізбелеріміз қалай тұратынын белгіленіп қойған. Астында жазып қойған. Page 1 of 1 деп жазып қойған. Яғни бұл жерде бір бетте бір ғана, қазір бізде бір бетте бір ғана ай тұр. Оны үлкейтейік, explain десек. Бір бетте бір ғана ай тұр. Енді асты қарай түсейік. Календар дата деген жерге яр деп тұр ғой, көрдіңіздер ме? Осы жерге қолымызбен жазсақ та болады, 2026 деп. Немесе мына ползунок тұр ғой, осыны көтеру немесе түсіру. 2040 десеңіздер 2040-ты да істеп бере береді. 2000 бізге қазір 26 керек. Алдыңғы жылымыз. Енді қараңыздар. Бізде бірақ ай ғана белгіленіп тұр, январь деп. Мына егер біз L деп жазатын болсақ, все деген барлық айларымыз белгіленді. Мына жаққа қарасақ, page 1 of 20 деп жазылады тоже. 12 деп жазылады. Яғни бір бетте 12 бетте бір календардан тұр. Енді бізге бір бетте 12 календар, ал бізге бір бетте 12 календардың барлығы түсейін керек. Ол үшін не істейміз? Мына жерге language деген жерге кіріп алайық. Бұл жерде пока Oral'дың өзінде қазақша деген тіл жоқ, қазақша деген тілге ауыстыра алмаймыз, тек орысша ғана бар. Егер орысша керек болатын болса, орысша деп Россиян деп жазыласыз. Мына жерде көріңіздер, біздің календарымыздың барлығы орыс тілге ауысып кетті. Май, август, апрель деп. Енді біз мына жерге қараңыздар, name деген сөз тұр. Осыны бассақ, өзіміз создавать етсек болады, құрастырсақ болады. Мына name деген жерге қазақша өтуі, қазақша деп жазамыз, қазақша. Асты жағына айлардың барлық аттарын жазып шығамыз. Толық. January деген жерге қаңтар. Тап арқылы түсеміз. Ақпан, тап, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, мына жақты енді ең соңғы жақты толтырамыз. Sunday, Monday, Tuesday деген жерде. Значит, мына жерде Sunday дегеніміз бізде жексенбі таппен өткеннен өтеміз. Жексенбі үлкен әріппен жасау керек. Понедельник, Monday, дүйсенбі дейміз. Сенбі. Сонымен бұл жерде біз мына жерде кириллик енді add modify дегенді басамыз. Сонымен close жабамыз. Мына жерде енді language деген жерге қайтып кірсек, ең соңында қазақша деген тұрады. Қазақшаны басамыз. Бірақ бұл жерде бізде
бір қателік болады. Қ әрпін, ың әрпін бізде бұл программа оқымайды. Осылай қалдырып кете береміз. Кейін барлығын жасап болғаннан кейін ауыстырып жатамыз. Оған дейін енді келесі ауыстырмаларға өтейік. Мына жерде бізде жас болған қай аптаның қай күнінен бастайық деп. Америкада воскресеньеден бастайды, бізде дүйсенбіден бастаймыз. Сондықтан біз мынандай деп таңдаймыз. Дүйсенбіге ауысты міне. Және мына жерге holidays деген жерге біз өзіміздің праздниктерімізді енгізсек болады. Мысалға айтқанда, наурызда бізде 21 күні, иә, 21-де наурыз мейрамы деп жазып қоямыз да. Плюс add modified басамыз. Мына бізде пайда болды. Және де 22 наурызды да солайға белгілейміз. Қайтып жаңа соны басамыз. Ары қарай өздеріңіздің мейрамдарыңыздың аттарын белгілеп отырсаңыз болады, немесе туған күн күндер иесілерін, туған күн иелерін жазып отырсаңыз болады. Мысалға бейбарыс, мысалға қаңтар 22 тоже бар. И сонымен close деп жабамыз. Сонда бізде қаңтардың 22-сіне бізде бейбарыстың туған күні белгіленеді. Наурызда бізде 21 мен 22 наурыз мейрамы екені белгіленеді. Бұл жерде егер алып тастаймын десеңіздер, оның үстіне осылай delete деп алып тастауға болады. Ары қарай үшінші менюға өтейік, layout деген жерге. Бұл жерде бір бетте полный дәу деп жазылған, мына жерде үлкен деген. Енді осы ползунокты үшбұрышты бассақ, мына жерге бізде бірнеше түрлері беріледі, календарьның әр түрлерін. Бұл жерде основной және екі кішкентай дейді. Мұны осылай. 12 жыл 3/4 мына. Немесе сурет және 12 айды 3/4 мына. 3/4-ті 2-ге бөлініп тастаған. Немесе мына осылай көріп шықсаңыздар да болады. Әрқайсысын қайсы түрге сізге керек болса, осылай қалдырсаңыз да болады. Ары қарай маған қазір бір жыл 12 ай, яғни кішкентай түрі 3/4 керек. 3 айдан 4 стол биттің. Осы түрі керек маған. Ары қарай егер біз размерімізді өзгертетін болсақ, page layout деген жерге мына галочканы алып тастап, осы жерде біздің парағымыздың размерін өзгертсек болады. Бірақ маған қазір өзгертудің қажеті жоқ. Сондықтан мен бұны қайта өзіне келтіріп қоямын. Margins деген жерге қарасаңыз, left, top, right деген, bottom деген сөздер жазылып тұр. Left, top, right деген сөздер жазылып тұр. Бұл не деген сөз? Бұл мынау біздің арақашықтықтары, шет жақтағы рамка бар ғой, рамка тұр ғой бізде, ақ рамка. Қағаздан мына календарға күнтізбеге дейінгі сызықтың арақашықтығы. Әрбір арақашықтық бізде 10 миллиметрден, яғни 1 сантиметрден тұр, өлшем бірлік бойынша. Маған қазір бұл жерде ешқандай арақашықтық қажеті жоқ, сондықтан мен барлығын 0 деп белгілеп шығамын. Ары қарай енді әрбір айдың өзгертіп шығамыз, айларды өзгертіп шығамыз. Мына жерге title деген жерде, значит біздің бұл дегеніміз title деген өзгертетін жерімізде, мына font деп тұр. Бұл жерде біздің басты айлардың аттары өзгертетін қаріптерді өзгертеміз, яғни шрифтарды өзгертеміз. Үстінен басамыз. Осы жерде өздеріңізге ұнаған қаріпті таңдайсыздар, шрифттарды. Мен қазақшаға арналған шрифтті таңдаймын. Осындай ирелік шрифтті таңдап отырмын. Окей батырмасын басам, мына жерде мына шрифтіміз өзгерді. Бұның размерін де өзгертуге болады. 8 емес 9 қылайық. Окей деп басамыз. Мына жерде текстің цветі, бұл жерде цветті біз, мен қазір RGB мен жұмыс істеймін, сондықтан RGB деген цветті таңдаймын. Оған бір цветті қоясыздар. Осылай қоя саламын. Және мынау бізде подложка дейді, сол цветті өзгертеміз. Негізінде мен жай ғана көрсету мақсатында өзгерткім келіп тұр. Былай мен сол ақ түсте қаламын. Окей деп басамыз. Мына жердегі тұрған бордюрлары, яғни шет жақтарындағы сызықтар туралы жазылған. Барлығын алып тастайсыз.
немесе қосу керек десеңіз, мысалы үстінде қалдыр немесе екі шетін қалдыр деген сияқты мына сызықтардың значениялары. Міне оң жағы сол жағын қалдырамыз, астын немесе үстін қалдырамыз. Мысалы астын қалдырайық қазір. Show year деген, значит, мына жерге әрбір ай атауының қасында жылдарды жазып қояды. Осылай істеуге болады. Енді біз екінші батырмаға өтейік. Екінші батырмамыз ол бізде апта күндерінің қаріптері. Бұл жерде мен ештеңе өзгертпеймін. Жай ғана ареал полужирный қылып қалдырамын. Окей дейміз. Міне бәрі өзгеріп кетті. 6 емес, 6-ды қала берейік, окей дейік. Бұл жерде мен барлығын алып тастаймын. Тағы да тек орта жағындағын қалдырамын. Үстіңгі жағын ғана қалдырамын. Астыңғы жағын қалдырамын. Бұл жерде де мен значит, астындағы сызықты қалдырамын деп тұрмын. Енді бұл жерде оң жаққа асты жағында немесе үстінде деген мынау позитон деген жерде біз үстіне немесе астына жазатын белгіленеді. Стиль деген жерде бізде бір әріпті немесе екі әріпті немесе полностью жаңағы дүйсенбі, сейсенбі деген жазулар арқылы жазылады. Сонымен бізде ең соңғы байқасаңыздар, жексенбіміз өзгермеген. Осы жексенбіні өзгерту үшін дәл осы қалған значенияларды қалай өзгерттік, солай өзгертеміз. Бұл жерге де кіреміз, полужирный қылып қоямыз, окей дейміз. Енді үшінші менюға өтеміз. Бұл енді цифрлар, яғни сандардың өзгертетін меню болып табылады. Бұл жерде жазып болған көлденең немесе тігінен деп. Тігінен, мына көлденең. Қай түрі сізге ұнайды, өзіңіз таңдайсыз. Бұл жерде мен осындай көлденең түрін таңдап тұрмын. Қаріптің размері менде полужирный болады. Кішкене өзгертемін, 10-ға келтіремін. 10, в принципе, нормально. Может, 11-ге дейін. 11 нормально болып тұр маған. Осы 11-де қалам, қара цвет болады. Сызықтарын алып тастаймын. Ештеңе қалдырмаймыз. Тек вертикальный, горизонтальный түрін ғана аламыз. Осылай қалдырамыз. Егер жоқ, барлығы керек десеңіздер, барлығын қайтып қойып шықсаңыздар да болады. Осылай. Енді астында right деп жазылып тұр. Мен по центру қоямын. Бұл, значит, қаріптеріміздің ортасында жазылу түрі, сол жақтан жазылуы, оң жақтан жазылуы, ортада жазылуы. Мен ортада жазылуын таңдаймын көбінесе. Бізде қайтып сол жексенбінің әріптері өзгермеге қалды. Оны алдыңға қалай өзгерттік, солай қоямыз. 11 полужирный. Окей. Оны бізде өзгеріп шықты. Енді барлығын общий көрсеп болады. Мына былай тұрады. Мен бәрін бір көріп шығамыз. Барлығын бір көріп шығамыз. Полный бізде, толық бізде осылай тұрады. Календарымыз. Сонымен генерация деген сөзін басамыз. Мына. Сонымен бізге қазір close деп жабайық бұл жерде. Мына бізде календарының толық бізге қалай создавать етті, қалай біз құрдық, солай бізге беріліп тұр. Енді жөндейтін жерлерін жөндеп алайық. Ол бізде ай атаулары қатемен жазылған. Полный отменить группировку, полный отменить. Біз толық группировканы жою керекпіз, яғни объектіні толықтай белгілеп аламыз. Оны мышканың оң жағынан сол жаққа қарай тарту арқылы полный объектіні белгілейсіз, немесе Ctrl A арқылы полный объектіні белгілеуге болады. Енді осы жерде группировканы толықтай жоямыз. Енді бізге мына жерде ай атауларын жөндеп шығу керек. Ол үшін сызықтарды, ол үшін осылай ай атауларын белгілеп шығамыз. Кішкене көтереміз төбеге қарай. Мына жерде
қаңтар делінбеген мына жерге, көрінбей қалған әріпті қайта жазып шығамыз. Қан, мына жерге әрпі тар, мына жақта ақпан. Ол қалған жері өзгермейді. Ары қарай кішкене көтереміз. Мына жерде сәуір, маусым. Бұл жақта да ештеңе өзгермейді. Астыңғыда қыркүйек, тамыз, шілде, желтоқсан. Кішкене көтереміз. Желтоқсан дегенде қ әріпі керек. Қарашаға да қ әріпі керек. Қазанға да қ әріпі керек. Мына жерде де қыркүйек, қ әріпі. Маусым, мамыр, сәуір, барлығы дұрыс. Енді бұл сеткамызды сақтап алайық. Бұл сеткамызды сақтап алайық. Өйткені өшіп кеткен жағдайда қайта құрып жүрмеу үшін. Сетка пирамида. Сохранить. Енді біз мына жердегі бірінші тұрған үштікті аламыз. Копировать етеміз. Жаңағы біздің пирамида тұрған жерімізге барамыз. Вставить дейміз. Жай ғана осылай алып келе береміз. Бұны бірінші группировка жасап алады. Группировать етіп аламыз. Енді мына жерде керек емес заттарды алып тастаймыз. Мына үшбұрыштарды көбейтеміз, тағы екі үшбұрышқа. Бізде 4 үшбұрыш болу керек па. Пока бізге әрісінше бізге жеңіл осылай болады. Осы жерге сызықшамызды келтіріп алсақ болады. Қай жерде тұру керек екенін белгілеп алсақ болады. Асты жағын қойып, асты жағынан бізге ыңғайлы сияқты. Осылай қойып аламыз. Ортаға деп үшбұрышты басамыз. Бірінші күнтізбе үшбұрыш, және мына жерде бұндай өзі несі шығады. Меню мәзірі шығады. Басамыз. Ортасына деп келтіреміз. Екінші сеткамызды аламыз. Екінші сетка. Копировать. Қайтып келеміз. Вставить. Группировать. Қайтып сызыққа келтіріп аламыз. Ортаға күнтізбе және үшбұрышты белгілейміз. Ортаға дейміз. Ары қарай үшінші сетка. Вставить. Группировать. Егер біз мына жерде привязать базовый линия дегенде белгілейтін болсақ, біз жай ғана бұрышынан ұстап, сызыққа осылай бізге өзі магнитный түрде жабысып қалады. Соны осы жерге қоямыз, үшбұрышты басамыз, ортаға келтіреміз. Ары қарай төртінші бөлікті таңдаймыз. Копировать, көшіреміз, қоямыз, группировка жасап аламыз. Өйткені шетке қарай жылжып кетпеуі керек. Шетінен ұстаймыз да, сызыққа келіп магнитті түрде жабысқанын көреміз и осылай тастаймыз. Және үшбұрышты басамыз, ортаға келтіреміз. Сонымен бізде барлық үшбұрыштарымызда өз орындарында календарында сеткамыз тұр. Бұл жерге егер цвет белгілеріңіз келетін болса, үшбұрыштың цветін берсеңіздер болады. Мысалға, мына жерге бежевый түстен аққа қарай. Наоборот, мынау ай қарай кетсін. Әрқайсына тұрып. Бәлкім өзіңіз басқаша қылып істейтін шығарсыздар. Сондықтан қарап, өздеріңіздің дизайндарыңызға қарай ода сызықты полностью сызылайық. Сонымен ұзын тіктөртбұрыш ұстайын, бір үшбұрышты басам, пересечение деймін. Қайтып тіктөртбұрышты ұстайын, үшбұрышты басам, пересечение аламын. Бұның бәрін істеп отырмын. Не үшін? Қазір көрсетемін. Төртбұрышты ұстайын, үшбұрышты басам, пересечение. Ары қарай төртбұрышты ұстайын, үшбұрышты басам, төртінші үшбұрыш пересечениесі. И мына ұзын төртбұрышты алып тастайын. Менде ровный размерде сызықша пайда болады. Оның барлығын аққа бояйын. Ол жерлерде календар тұрған жердің барлығы менде ақ болады. Осылай аққа бояп шығамыз. Қазір ол көрінбейді. Мына жерде қазір цвет берейін үшбұрышқа.
бұрышқа цвет берген кезде ғана бізде көрінеді, мына жеріміз ақ екені. Әртүрлі әртүрлі сызықта ақты осылай қойып жатырмын. Әзірге мен білмеймін қандай дизайн шығатынын. Жай ғана осылай түсінікті болу үшін жасап жатырмын. Осылай көріп шықсаңыздар болады. Егер сіздерде жаңағыдай әріптері, атаулары кішірек болып көрініп тұрса, осы жерден үлкейтіп алсаңыздар да болады. 14 қылып, иә, мысалы 14 үлкен болып кетеді екен, көп сызықтары көрінбей қалады екен. 12 қылады. 12 қыламыз, кішкене көтерейік. 12 көтеріп шығамыз. Солай барлығын жөндеп шықтық. Енді негізінде мынау цветтеріміз, қызыл цветіміз, мынау названиясы жазылған цветпен сәйкес келсе, негізі дизайнға сәйкес болатын еді. Оның есімі шығып кетті. Қайтып барып, мына жерден мына сетка пирамидаға кіріп, осы жерде тұрып қайтып емес, жаңағыдай мен мынау ортадағы таңдаған цветте қылсаңыздар болады. Немесе полный разгруппировка жасап, осы жерде тұрып, сетка бойынша мына жерде тұрып, цветті өзгертсек болады. Және де осы жерде тұрып, название атауларында қаріптерін кішкене үлкейтсек те болады. Мысалға, осылай толық белгілеп байқалады. Өзгертіп, қайтып жаңағыдай жерге алып келіп қойсақ болады. Осы қаріптерді бағанағыдай біртіндеп жазбау үшін қайтып осы жерге келесіздер. Барлығын бірге белгілеу арқылы мына жерде төрт бұрыштерін алып тастайық. Сызықтар тағы бір сызық белгіленіп кетті. Мына осы жерде сразу осы жерде 12 деп беріп, значениясын бірдестен жеңіл түрде өзгерістер енгізіп, қайта мына сеткамызға әкеліп қойсақ болады. Бірақ қазір мен тек ознакомительный деп айтайын. Сол үшін мен ештеңе өзгертпеймін. Осылай қала берсін. Егер өзгерткім келсе, мен атауларын, яғни ай атауларын қызылға ауыстырып шықсам, сонда менде дизайн бойынша әдемі көрінеді. Бір цветте, немесе стиль дейміз ғой, бір стильде жасалынғаны көрініп тұрады. Осы жерде тұрып та, осы жерде де өзгеріс енгізе берсеңіздер де болады күнтізбелеріңізге.